Сәлем достар, сәлем. Бүгінгі эфирде Паретто заңдылығы туралы өз ойыммен бөлісіп кетейін. Паретто заңдылығы әлем қабылдаған заңдылық болып отыр бүгін. Дәлелі бар. Дәлелі ретінде, мысалы, сіз өзіңіз жеке бизнесті қоям десеңіз, 80% уақытыңызды сол бизнесті ұйымдастыруға жұмсауыңыз шарт. Басында 20% пайда көресіз. Егер сол жұмысты дұрыс қойған болсаңыз, онда күнделікті сол жұмысты ұйымдастыруға 20% уақытыңызды жұмсайсыз да, уақыт келе 80% пайда көретін боласыз. Бұл заңдылық. Енді бүгін Паретто заңдылығын Цуцай ғылымының іргетасын қалаушы менің ұстазым Жанат Қожамжаровтың көзқарасымен өздеріңізбен бөлісіп кетейін. Осы орайда айтайын дегенім, каналыма жазылып, лайк басып, маған жігер беріп отыруларыңызды сұраймын. Жанат Қожамжаров адамның алдындағы басты міндеті өз санасын дамыту дейді. Қалғанның бәрі екінші орында. Мына 80% адамдарды санасын дамытпай, бүгінгі мүмкіндіктерді қолдана алмай отырған адамдар деп есептейді. Әлемде 8 миллиард адам бар екен. Соның 80% 6 миллиард 400 мың адам мүмкіндіктерді қолдана алмай отыр бүгінгі күні. Жанат Қожамжаров 80% адамдарды 3 сатыға бөледі. Бірінші сатыдағы адамдар 10% ғана уақытысын өзінің санасын дамытуға жұмсайды да, қалған алтын уақытын айыптауға, өсектеуге жұмсайды. Ол бірінші сатыдағы адамдардың өмірінде өзінен басқа барлығы кінәлі. Екінші сатыда отырған адамдар талқылаушылар. Бүгін керемет ақпарат заманы келген кезде, ақиқатты білімді көріп, санасын көтеруге уақытысы жоқ. Ол өз санасын 20% ғана дамытуға жұмсайды. Қалған уақытын талқылауға. Нені талқылаймыз? Кімнің қандай көлік киіп жүрген, кім қалай билеп жатқанын, жұрттың бәрімен ісі бар. Бірақ өзінің өміріне уақытысы жоқ. Үшінші сатыда отырған адамдар идея іздегіштер. Олар өзі жеке кәсіпкер болғысы келеді, бірақ жауапкершілігі толығымен өзінің мойнына алмай, санасын дамытуға 30% уақытысын жібереді. Бұл 80% адамдар өзінің субъективті көзқарасында отыр. Субъективті көзқарас деген оның дәлелі жоқ, өзінің миынан шығарған заңдарға сеніп отыр. Естідім, көрдім деген мен аспай отыр. Естідім, көрдім. Мысалы, мына үшінші сатыдағы идея жинағыста мен көрдім. Ана жеке кәсіпкер ақшаны қырып тауып жатыр. Мен де сондай қырып тауам дейді, жасайды. Бір жылдан кейін жаңағы бизнесі жабылады. Неге десеңіз, ол сол жұмысты ұйымдастыру үшін естідім, көрдім, жеткіліксіз екенін түсінбейді. 80% уақытысын сол алғашқы кезінде сол бизнестің дамуына жұмсау керек екенін түсінбейді. Ол естідім, көрдіммен жүреді. Ал мына 20% адамдар, ең бірінші 20% адамдардың қатарына кіру үшін не керек? Жауапкершілік керек. Жауапкершілік керек. Одан кейін естідім, көрдім емес, жасадым деген тема. Жасадым. Естідім, көрдім, ұмытып қалдым, жасадым, түсіндім. Түсінік болған кезде ғана сен 20% табыстылардың ортасына кіретініңді біл. 20% адамдардың өзін Жанат Қожамжаров 4 сатыға бөледі. 13%
2%, 2 и 3% деп бөледі. 13% жаңадан жеке бизнесін алып, өзінің санасын дамытып жатқан адам дегенде марапатты жаны қалайды. Марапат қалайды. Бірінші сатыдағы. Бұл заңдылық. Бұл бірінші сатыға келу үшін біз бәріміз де өттік. Біздің де кезімізде отырған, санамызды дамытпай, айыптап отырдық, талқылап отырдық, идея іздеп отырдық. Одан кейін жетікке кәсіпкер болу үшін жауапкершілік алу керек екенін түсіндік. Және жасадым, көрдім, естігенмен сен өз бизнесіңді қоймайтынын түсінуің керек. 2% адамдар жоқ марапатты алып болғаннан кейін олар марапат өзі қаламайды. Олар біреудің жетістігіне себепкер болып, біреудің ынтасын көтеру үшін соларға марапат беретіндер, марапатты бере бастайды. 2% адамдар марапат беретіндер. Келесі 2% адамдар даналық келеді. Дана адамдар, даналық. Дана адамдар болған кезде өмірде түрлі жағдаяттар болады. Сенің қалауың, қалаймын, қаламайым деп жүрмейді дана адамдар. Орынды, орынсыз деп бөледі. Егер қолынан келмейтін заттар келіп тұрса, санасымен күйзеліске түспей қабылдауды үйренген адамдар. Сол қабылдауды үйренген адамдар, орынды орынсыз деп іс-әрекет жасайтын адамдар, дана адамдар. Мына 13-2% дегенде барлығымыз біз объективті көзқараспен қарап отырмыз. Объективті деген, объект деген сөздің өзі көзімізге көрілген затқа сенеміз, көрінбейтін ғаламшардың жұмбақтарына әлі сенбейміз. Мына 3% адамдар нағыз бақытты адамдар екен. 3% адамдар бақытты адамдар. Бұлар, мыналар субъективті көзқарасты отырса 80%, 13-2% объективті көзқарасты отырса, ал 3% жоғарғы объективті шындықты түсінетін адамдар. Жоғарғы объективті шындық деген не? Оған не жатады? Біздің конституция заңдары, заңдарды тұтасымен қабылдау. Табиғаттың заңдылығын түсіне білу. Көрген емес, олар іс-әрекетіңді жаса, сенің саған ең құнды зат өзіңнің өмірің, ниетің, пейілің дұрыс болып, өзіңе тиесілі жұмыс істесең, ихсанда Алла тағала әрбір қадамыңды көріп тұр. Бұлар Алла тағаланы 3% бақытты адамдар. Алла тағаланы көрмесе де, оның көріп тұрғандай іс-әрекет жасайтын адамдар. Бәріміздің талпынғанымыз бай қуатты болу. Міне, осы даму сатысынан өзіңнің санаңды дамығанда, сен жеткен кезде, мына біздің ең соңына шексіз байлықтар келеді. Шексіз байлық деген ол денсаулық, шексіз байлық деген ол ақша. Но сізбен біз түсінуіміз керек, Алла тағала ақша бермейтін. Алла тағала мүмкіндік береді. Міне, мүмкіндікті беріп жатқан мүмкіндікті қабылдамаған адамдар 80%. Біз міне қабылдаған адамдар, егер пейілің, ниетің дұрыс болса, өзіңе тиесілі жұмысты жасасаң, көзге көрінбейтін көмекшілерді аян арқылы беріп, кездейсоқ адамдарды кездесу арқылы кездестіріп, өміріңді жеңілдетіп, еңбегіңді табысты қылады. Міне, ақиқат қайда екен? Жанат Қожамжаров осы Сұтсай ғылымының, Сұтсай халықаралық мектебінде осындай тақырыптарда әңгіме айтып жатыр. Мен бір шетін көрсеттім. Енді Жанат Қожамжаров ұстазының арқасында мен өмірімді үйлесімді қылып жатқаннан кейін, өзімнің өміріме көмектескен ақиқатты білімдермен өздеріңізбен бөлісуді шештім.